Сәлем достар, керемет болып пісетін қатпарлы круассан дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға сүт, су, тұз, ашытқы қантымызды салып, барлығын араластырамыз. Кейін үстінен ұнымызды салып, қамыр елейміз. Қамырымыз дайын болды. Бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, тағы да бір елеп шығамыз. Дайын қамырымызды ыдысымызға салып, тоңазытқышқа 2 сағатқа жіберетін боламыз. Пергамент қағазының үстіне сливочный майды орналастырып, 4 бұрыш етіп кесіп, оқтаудың көмегімен біргелкетіп араларын қосамыз да, оны да тоңазытқышқа жіберетін боламыз. Екі сағат өткеннен кейін қамырымызды алып, жақсылап біргелкетіп жайып аламыз. Сливочный майымызды қойып, жақсылап жайып, видеодағыдай етіп жаямыз. Пергамент қағазымыздың үстіне тағы да 1 сағатқа жібереміз. Тағы да алып, тағы да жайып 1 сағатқа тоңазытқышқа жіберетін боламыз. 1 сағат уақыт өткеннен кейін домалақ қылдырып жайып, круассанның формасына келтіріп аламыз. Мен ішіне шоколадный май салдым. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз да 180 градуста 30-40 минутта духовкаға саламыз.